Салем, достар! Сегодняшняя наша тема – мейрамханада, в ресторане. Сегодня мы с вами разберем диалог, реплики которого вы можете использовать в любом ресторане, в любом заведении. Итак, начинаем. Даяшы – это официант, қонақ – это гость. Даяшы – қайырлы күн, добрый день. Қонақ – қайырлы күн, добрый день. Даяшы – неге тапсырыс бересіз? Что вы закажете? Неге тапсырыс бересіз? Қонақ: түскі асқа сіздерде не бар? Что у вас на обед? Түскі асқа сіздерде не бар? Даяшы: мәзірді көріңіздер, бізде итальяндық, мексикандық тағамдар бар. Посмотрите, пожалуйста, меню. У нас есть итальянские, мексиканские блюда. Мәзірді көріңіздер, бізде итальяндық, мексикандық тағамдар бар. Қонақ: сусыннан не бар? Что есть из напитков? Сусыннан не бар? Даяшы: сусыннан минералды су, табиғи тәтті шырын, лимонад, шараптың түрлері бар. Из напитков у нас есть минеральная вода, натуральный сок, лимонад, вина разного вида. Сусыннан минералды су, табиғи тәтті шырын, лимонад, шараптың түрлері бар. Қонақ: бізге паста, лимонад, салат әкеліңізші. Принесите нам, пожалуйста, пасту, салат, лимонад. Бізге паста, лимонад, салат әкеліңізші. Даяшы: десерт аласыздар ма? Закажете десерт? Десерт аласыздар ма? Қонақ: әзірше алмаймыз. Пока нет. Мүмкін кейін тапсырыс берерміз. Возможно, закажем позже. Ас мәзірін қалдырыңызшы. Не забирайте меню, пожалуйста. Әзірше алмаймыз. Мүмкін кейін тапсырыс берерміз. Ас мәзірін қалдырыңызшы. Даяшы: тапсырыстарыңыз 10-15 минутта дайын болады. Заказ будет готов в течение 10-15 минут. Тапсырыстарыңыз 10-15 минутта дайын болады. Қонақ: рахмет. Спасибо. Қонақ: шот бола ма? Можно счет? Шот бола ма? Даяшы: сіздерден 12.500 теңге. С вас 12.500 теңге. Сіздерден 12.500 теңге. Даяшы: рахмет, сау болыңыздар. Спасибо, до свидания. Рахмет, сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание. Удачи в изучении казахского языка.